яғни мерекелеріңіз құтты болсын. Қыздар, енді сіздер болашақ анасыздар. Біз енді мен байғанды болғаннан қызымын. Қандыағашқа көшіп келгеніме 36 жыл болды. Содан осы Қандыағашқа өмір сүріп жатырмын, жұмысқа келді. Әке де болып, ана да болып келе жатырған жайым бар. Биыл халық атақты қорғап келдік. Енді мәдениеттерге біздерге беріп жатыр. Сол жастармен жұмыс жасаймыз, амандық болса. Мен өнерде жүргеніме енді бірталай жыл болды. Біздің қыздар біледі, міне біз кітапханамен мықты тығыз байланыстамыз. Қанша жасам болса да біз қалмаймыз. Сіздерге көп рахмет, осындай студенттермен кездестіріп мені. Сіздер тек сабақтарыңыз жақсы оқып, аналарыңды тыңдап, әкелерін тыңдап, әрі қарай өздерінің бітірген оқуларын жалғастырып, табысты болып, әр уақытта дендерің сау болсын, аналарыңыз аман болсын. Әке шешені тыңдар, әке мен ананы тыңдардар, одан қор болмайсыңдар. Сіздерге болашақ анасыздар. Бір үйдің иесі болып, иесі болып отырасыздар. Сол менің айтатыным. Өнер ұстаным, ауданға қызмет жасау, ауданымыздың мерейі, біздің жүргеніміз. Балдарым да солай, өзім де сондай. Құрамызда 15 адам бар, ансамбльдің құрамында. Өнерді ғана елестетемін мен алдымда. Балаларының амандығы. Анамыз ғой. Менің бірден екі анам бар деп айтайын. Өзім әжем өсіргесін. Әжеме жақын, әжем мама деп айтамын да, өзімнің туған ұлымда жаңа апа деп айтамын ғой. Сен олар неге мені апа деп айтасың, неге мама деп айтпайсың деп айтамын. Қош мен айта алмай жоқ қоямын ғой. Аналарымыз аман болсын, баршаңыздың да. Оламасын, сақталмасын. Бізге де келеді сол ғой. Аналарымызды қуантып шашамаңыздар. Әрдайым қуантып жүріңіздер. Ананы қуантсаңыз, сізге анаңызға да шашылсаңыз, анаңызды қуантсаңыз, оның өзі сізге бір үлкен мәртебе деймін. Қалай ол адамға шашыласыз, қалай ол адамды жақсы көресіз, дәл сондай махаббат бұйырса, өздеріңізге қайтып келеді. Аналарымыздың мерекесі құтты болсын. Мерекеге жетілермен, қызметкерлер сіздерге де денсаулық, алдағы асулардан асып өтіп, басып өтіп, көздерінен мұң болмай, күліп жүріңіздер әрдайым күліп жүріңіздер. Сол менің айтарым. Жақсы көрем бәрін.